Сәлем достар, мен дәл қазір Назарбаев зияткерлік мектебінің алдында тұрмын. 10 жыл бұрын осы жерде 350-ге жоқ оқушы мектеп табалдырығын аттаған еді. Ал енді осы мектептің тарихын білейік. Кеттік. 80 кабинеттен тұратын мектебіміз 20.859 шаршы метрді алып жатыр. Білім ордасы 7 блоктан тұрады. Оларға физика, математика блогы, химия, биология блогы, тілдер блогы, интернат, Г-блок, адым блок және де спорт блок жатады. Тас пен топырақтан құралған мектеп аумағы 10 жыл ішінде жайқалып, жасыл желекке айналды. Жылдар бойы ата-аналар қауымы, оқушылар, мектеп қызметкерлері осы жерге көшеттер мен жеміс ағаштарын отырғызды. Одан бөлек мектебіміздің жылы жайын ерекше атап өтуге болады. Оқушылардың зерттеу аймағына айналған бұл нысан ішінде жылдар бойы қияр, қызанақ және тағы да басқа көкөністер мен жемістер өседі. Мектеп әкімшілігі оқу орнының перспективалық дамуына зор үлес қосуда. Олардың көптеген стратегиялық жоспарларының арқасында біздің мектеп көптеген жетістіктерге жетіп, білім саласында алдыңғы леппен танылудамыз. Ал енді мектеп директорымен сұхбаттасайық. Мектеп оқушылары білім беру бағдарламасы аясында үлкен жетістіктерге жетуде. Оны атап айтатын болсақ, халықаралық сыртқы жиынтық бағалау нәтижесі бойынша мектебіміз жылда математика, география, қазақ тілі, КСМ сияқты пәндерден үздік нәтижелерді көрсетуде. Биылғы біздің түлектерімізден 42-сі Назарбаев университетіне түскен болатын, 23 оқушымыз біздің шетелдік жоғары оқу орындарына, олар ақш, Канада, Ұлыбритания, Германия, Венгрия, Түркия, Ресей сияқты мемлекеттерде білім алуда. Өзі мектептеріміздің ең бір негізгі мақсаты ол бізде осы бойына құндылық сіңірілген және сонымен қатар бір ел азаматтарын тәрбиелеп шығу. Сол жұмыста да бізде коллективтің арқасында, коллективтердің, кураторлардың, мұғалімдердің, жалпы осы бүкіл қызметкерлердің арқасында сол оқушылардың бойына құндылықтарды енгізіп, дарытып, сонымен қатар қаладағы бүкіл ұйымдармен бірлесе жұмыс жасап, яғни ол дәуірдің шаңы шықпас дегендей, осы қаладағы бүкіл өндіріс орындарымен, жаңағындай оқу орындарымен өте бір тығыз байланыста болып, бірінде балаларды жан-жақты қылып тәрбиелеуге тырысты. Мектеп тарихында ұстаздардың алатын орны ерекше. Ұстаздардың ерен еңбегінің арқасында жаңа оқу бағдарламасы барлық білім ошақтарына енгізілуде. Осы мектеп ашылғалы 10 жыл ішінде біздің әрбір ұстазымыз кәсіби жағынан өсті деп айта аламын. Әрбір мұғалім өзінің саласында көшбасшы мұғалімдерге айнала білді. Себебі республика бойынша жаңартылған білім мазмұнын оқыту, семинарлар өткізу, үлкен аудиториямен жұмыс жасау адамды шыңдайды. Мектепке келгенше мен білім беру саласында көп жылдар істеген. Біз сол кеңес дәуірінен қалған бағдарлама бойынша істеледі. Кеңес дәуірінен қалған бағалаулар. Ал мына жерге келіп, сол Кембридж бағдарламасы, сол бағалаудың әртүрлі әдістері көріп, осы жерде алғаш рет көргем негізінде. Одан бөлек, мұғалімдер мен әр баланың қарым-қатынасы мектебімізде ерекше. Айта кетсек, қолдау мен сенімнің арқасында балалар сапалы білім алып, көптеген білім додаларынан топ жаруда.
ерекше атап өтетін нәрсе мұғалімдердің өзі дамытуға деген ынтасы. Көптеген мұғалімдер түрлі жарыстар мен сайыстарға қатысып, жеңіс шыңын бағындыруда. Ну, конечно, хотелось бы поздравить с десятилетием школы. Вот, совсем недавно прошел турнир, посвященный десятилетию, который проводила НИШ ФМН. А у нас с ними вместе день рождения, десятилетие было. Нам удалось во главе с Карбек Сәбетовичем по волейболу занять первое место. Жақында өткен халықаралық олимпиада болып жатыр мұғалімдер арасында. Сол жердегі кейбір есептердің ыңғайға келіп оңай шығарылғаны, ол өйткені оқу бағдарламасы тереңдеген бір түр болып табылып, үнемі жаңағыдай жұмыс барысында шыңдалғанның нәтижесі болды. Ал басқа мұғалімдеріміз әртүрлі халықаралық деңгейдегі іс-шараларды жүргізуде. В 2015 году мы подали заявку на то, чтобы мы вошли в ЮНЕСКО, членство ЮНЕСКО. И наша школа по всем нишам считалась самая первая. То есть мы бы как бы первенцы открыли именно эту дорогу, проложили. Зияткер мектеп демекші, осында әрбір бала тұнған тала теңесі. Солардың ішінде рекорд иегерлері осы қабырғада бейнеленген. Мектептің маған ең берген қатты дүниесі ол ұжымдық қабілет. Яғни, егер сен бір жаққа жарысқа баратын болсаң, сен тек өзіңнің атыңнан емес, өз ата-ананың атынан емес, бүкіл осы мектепті таныстырасың. Маған мектептің осы ұжымдылығы ұнайды. Робототехника саласы жыл өткен сайын қарқынды дамуда. Биылғы жылды ерекше айтып өтуге болады. Өйткені оқушылар көптеген республикалық жарыстарға қатысып, жүлдегер атанды. Осы инновациялық салаға қызығушылығы жоғары болғандықтан мектебіміз робототехника аймағын кеңейтті. Біз робототехникадан 2021 жылдан бастап жұмыс істеп жатырмық, және де үлкен жетістіктерге жеттік. Мысалға алатын болсақ, біз First Liga League Challenge жарысынан абсолют чемпион атандық, яғни барлық категориядан бірінші орын алдық. Мектебіміз өз жұмысын бастағалы бері 700-ге жуық түлекті оқытты. Олар әртүрлі әлемдік және қазақстандық университеттерінде өз білімдерін арттыруда. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы, ұстаздары мен шәкірттері, сіздерді Алтын ұя мектебіміздің 10 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Назарбаев зияткерлік мектебі маған алдыңғы қатарлы біліммен қоса шет елде өз білімімді ұштауға мүмкіндік берді. Осы мектептің арқасында мен алдыңғы қатарлы әлемдік деңгейдегі жоғары оқу орындарына қабылдадым. Қазіргі таңда Назарбаев университетінің медицина мектебінде медицина докторы бағдарламасында білім алып жатырмын. Я очень благодарен нашему правительству, которые создали именно эту программу Назарбаев интеллектуальной школы. И спасибо АО НИШ, которые во главе с Клёш Нагатаевной провели в жизнь эту программу. Наши ученики, наши учителя, очень грамотные люди, очень толковые люди, которые на протяжении всей своей жизни, хоть они и молодые, хоть они уже и пожилые есть среди них, но они все силы, все свое время, несмотря ни на что, все свои силы отдали на обучение наших учеников. Поздравляю вас всех с нашим юбилеем школы. Хочу пожелать всем здоровья, творческих успехов, и чтобы каждый год мы, не только каждый год, но чтобы на протяжении многих лет отмечали вот такие юбилеи в нашей школе. Всех с праздником! Спасибо. Осы 10 жыл мектеп қабырғасында жүрген әр адам үшін естен кетпес тарих, биік белес, бақыт мекені. Ақыл мен жүректі тең ұстап, біз әлемді жақсартамыз дей отыра, біз әлемді өзгертетімізге сенеміз. Мектебім, ғұмырың мәңгі болсын, мерейтойың құтты болсын.